Сәлем дос. Жақында ғана мектепті бітірдің бе? Ары қарай не істеу керегін ойланып жүрсің бе? Уайымдама, сен бір өзің емессің. Бұл таңдау бәрінің басынан өтеді. Көпшіліктің біле бермейтін бір жолы бар. Бұл жарнама емес. Бұл сенің мүмкіндігің. Ішкі істер министрлігінің жоғарғы оқу орындары. Бұл не? Бұл тегін оқу, жатақхана, форма, спортзал және тамақтандыру. Бұл мемлекет беріп отырған нақты мүмкіндік. Егер сенде алтын белгі немесе ұлттық бірыңғай тестілеуден 100 балл және одан жоғары жинасаң, онда конкурссыз оқуға түсесің. Сондай-ақ, мұндай жеңілдіктер қызметтік борышын өтеу кезінде қаза тапқан немесе жарақат алған полиция қызметкерлерінің балаларына да көзделген. Сонымен қатар, ұлттық ұланда әскери борышын өтеген азаматтарға да қарастырылған. Бітірген соң, сен тек диплом ғана емес, офицерлік шен, полиция лейтенанты атағын аласың. Ерекше көзге түскен түлектерге погонды тіпті президентіміз өз қолымен табыстауы мүмкін. Ең бастысы, сен міндетті түрде жұмыспен, содан соң тұрғын үймен де қамтамасыз етілесің. Мықты тергеуші немесе жедел уәкіл болғың келе ме? Бәлкім басқалар байқамайтынды көретін криминалист болғың келе ме? Ал сен IT саласындағы мықты маман шығарсың. Саған да бізде киберфакультет бар. Кел, қосыл. Елімізге білімді, батыл, сенімді жастар керек. Ал енді ол үшін не істеу керек? Өзіңнің тұрғылықты жеріңдегі полицияның кадр қызметіне жүгін. Немесе ішкі істер министрлігінің оқу орындарына тікелей жаз. Байланыс нөмірлері экранда. Осы сәтті жіберіп алма. Өміріңді кейінге қалдырма. Таңдау өз қолыңда. Біз сені күтеміз.